Желтоқсанның 1 күні Өскемен қаласындағы НАЭС-те Spelling Bee атты орфографиялық байқау өтті. Сайысқа қала мен облыс мектептерінен келген 36 оқушы қатысты. Spelling Bee для городских школ проходит первый раз. И здесь собрались представители из разных школ, по 3 человека, учащихся 9-10 классов. Я думаю, что это возможность детям попробовать свои силы, посмотреть, насколько они свободно могут говорить на английском языке. Сайыс қатысушыларының белсенділігі жоғары болды. Әркім өзіне қойылған сұраққа дұрыс жауап беруге тырысты. Залда отырғандар қызықты әрі тартысқа толы доданы тамашалады. Қазылар алқасының шешімімен бұл жолғы байқаудың тарихында тұңғыш рет бірінші орынға 2 қатысушы лайық деп танылды. Олардың бірі Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Төрехан Ниязұлы болса, ал екіншісі нөмірі 30-шы жалпы білім беретін орта мектебінің оқушысы Евелина Стрельчук. Олардың білімі мен тапқырлығы барша жұртты таң қалдырып, дарынды жастар жеңіс тұғырынан көрінді. Сонымен қатар 2-ші орын иеленген Малика Сафина мен 3-ші орын алған Аружан Еркебұлан қызын ерекше атап өткен жөн. Қазылар алқасы мен көрермендер олардың табандылығы мен ағылшын тілін жетік меңгергендеріне көз жеткізді. Ұйымдастырушылар Spelling Bee байқауында бақ сынаған барлық қатысушыларға алғыс айтып, жетістіктерімен құттықтайды.